Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Парламент мәжілісінің экс-спикері болған Нұрлан Нығматулиннің інісі алаяқтық жасады және салық пен кедендік төлемдерді төлеуден жалтарды, сондай-ақ қаржыны жылыстатты деген күдікке ілініп отыр. Кейбір мәліметтерге қарағанда Ерлан Нығматулин қазіргі таңда қамауда отыр. Сонымен қатар прокуратура қайда екені анықталмаған оның бауыры Нұрлан Нығматулинді де тергеуге шақырмақ. Соңғы деректерде оның 7 қыркүйек күні Біріккен Араб Әмірліктерінде жүргені айтылды. Бұған дейін Мәскеу адвокаттар алқасының адвокаты Мәулен Әлімбаев мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматулин мен оның егіз інісі Ерланның рейдерлік әрекеттерге қатысты қылмыстық іс бойынша айыпталушы ретінде танылғанын хабарлаған болатын. Тамыз айында өткен баспасөз мәслихатында ол қылмыстық істің желісі екі ірі кәсіпкер Қуат Сұлтанбеков пен Ерлан Нығматулиннің қарым-қатынасында екенін түсіндірген. Істі антикор тергеп жатыр және ол осы жылдың сәуір айында басталған. Ерлан Нығматулин рейдерлікпен Сұлтанбековке тиесілі демалыс орнын тартып алған көрінеді. Бұндай жағдайлар бұған дейін де кездесті. Назарбаевтың бауырлары рейдерлік айыптауға ұшыраған болатын. Қалай ойлайсыз? Мәжілістің экс-спикері болған, тіпті президенттікке үміткер делінген Нұрлан Нығматулиннің жақында ұсталуы мүмкін бе? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.